Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді хачапуридің рецептісін ұсынамын. Ол үшін бірінші апара дайындаймыз. Жылы сүтімізді құямыз ыдысымызға, одан кейін дрожжи саламыз, сосын қантты салып, одан кейін тұзды салып араластырамыз. Одан кейін ұнымызды салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Етін салафанмен жауып, жылы жерге 15 минутқа қойып қоямыз. Апарамыз дайын. Енді електен өткізілген ұнымыздың үстіне құйып, одан кейін қаймақ қосып, қасығымызбен араластырамыз. Одан кейін қолымызбен қамырды илейміз. Қамырымыз жұмсақ болуы керек. Қамырды шамамен 4-5 минут илеп алдық. Енді сұйық май жағып, тағы да 2-3 рет басамыз. Иленген қамырдың үстін салафанмен жауып, сүлгімен орап, 1 сағатқа қойып қоямыз. Қамыр көтерілгенше сырымызды үккіштен өткіземіз. Мендегі сыр сулугуни, сіздер басқа сорттағы сырды да қолдансаңыздар болады. Қамырымыз көтерілді. Енді осылай сопақша етіп дайындап аламыз. Одан кейін теңдей етіп екіге бөлеміз. 2 қамырдан кішірек күлше дайындаймыз. Одан кейін оқтауымызбен жаятын боламыз. Қамыр тым жұқа немесе тым қалың болмауы керек. Енді жайылған қамырдың жан-жағына видеода көрсетілгендей сырымызды қоямыз. Одан кейін қамырдың 2 жағын бүктеп жабыстырамыз. Ашылып кетпейтіндей жабыстырып алуымыз керек. Енді противенге салып, жабыстырған жерлерін жұмыртқамен жағамыз. Одан кейін ортасына сырымызды салып, алдын ала қыздырылған 180-190 градустағы пешке 20-25 минутқа пісіріп аламыз. Одан кейін осылай ортасын шанышқымен тесіп, жұмыртқаны салып, тағы да 2-3 минутқа пешке салып аламыз. Осымен біздің хачапурилеріміз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Жібек. Назарларыңызға рахмет.